Көбісінің сұранысымен гиперлордозға қандай жаттығулар бар дейді. Гиперлордоз дегеніміз былай. Мінекей, омыртқамыз ішке қарап тұрғанда, мына көзіншеміз артқа шығып кеткенде, ішіміз алдыға шыққанда, соны қалай түзетеміз? Түзеткен кезде мінекей, бірінші жаттығу ол мынау алдыңғы жақ, мынау брюшной пресс дейді ғой, соны қадайтамыз. Сол кезде көбісі бүйтіп тұрып алады, мінекей. Бүйтіп пресс качать етеді, мынау белге нагрузка түседі, ол өте жаман. Ол үшін бүйтуге де болады, мінекей. Жатып аласыз да, аяғыңызды тіремей, жай ғана мінекей осылай. Көрдіңіз бе? Басты ғана көтересіз. Сол кезде мынау омыртқаңызға нагрузка түспейді, бірақ прессіңіз мощный болады. Сосын жатып, сол тағы да жатып, иә? Мынау бізге ягодичный мышцы, соны қатайтуымыз керек. Осылай жасаймыз. Не көрдіңіздер ме? Осылай 10-15-тен жасап отырамыз. Өте керек жаттығу солар. Сосын неткен кезде мінекей қараңыз. Стенкіге тұрамыз осылай. Иә, жарға тұрамыз. Сосын бір аяқты көтереміз да, осылай бүйтіп тартамыз. Көрдіңіздер ме? Сол кезде мына жеріңіз бәрі түзеді. Сосын келесі жаққа осы ауыстырады. Тез көрсетіп жатқанымызға ренжімеңіздер, осылай істейміз. Мұндай нәрсені де жасайсыз. Аяқты былай қойып, подвздошно-поясничный не дейтін жерде бұлшық ет бар, тазды алдыға бұрайтын, соны созамыз. Ол мінекей былай көрінеді. Еткен кезде көрдіңіз бе? Мынау аяқты түзу қоясыз, түсінесіз, мына жеріңіз бәрі тартылу керек. Көрдіңіз бе? Осыны айтады мінекей подвздошно, подвздошный сүйек дейді ғой, поясничный, ішіне қарай кетеді. Соны мышцы подвздошно-поясничный дейді. Міне, осылай созамыз. Түсінікті ғой, аяқты осылай қойып, мінекей, көрдіңіз бе? Былай емес, дәл осы мінекей, үстіртін жағы тартылу керек. Үйде де істей беруге болады. Мінекей, алдыға да осылай тартыласыз. Көрдіңіздер ме? Біздің мақсат мынау омыртқамызды созып алдыға бүйтуге. Көрдіңіз бе? Сол кезде тұрған кезде мінекей, түзу тұрасыз осылай. Былай емес, ішке. Осы қарапайым жаттығуларды 10-15 қайталаудан күніне 2 рет 3 реттен жасап тұрсаңыз, күнделікте жақсарып кетесіздер.